Саламатсыздар. Мында мен қайсы күні мына белгісіз тауарларды жібердім, Мында қараңыздар. Есімі дұрыс болмай қалғаны, тек қана хайру деп қана жазылған бұл жерде. Хай деген әріп қана жазылған. Сол сияқты әртүрлі жазулармен жазылып кеткен. Бұны қалай анықтайсыздар? Бірінші анықтау тәсілі уақытына назар аударыңыздар. Уақыты мұнда жазылып тұр. 2020 жылы 11 айдың 8 күні. Бұл сіздің осы тауарға төлем жасаған уақыт. Яғни 11 айдың 8 күні сағат 13-тен 39 минут өткенде сіз төлем жасадыңыз. Сол уақыт шығып тұрады осы жерде. Одан кейін анықтайтын жеріміз, назар аударамыз. Трек номерге назар аударыңыз. Соңғы 4 номер болмаса 3 номеріне назар аударыңыз. 95-18. Енді бұны қалай білеміз? Мысалы, өзіңіз Pindodo сайтынан төлем жасаған болсаңыз, осы араға кіріңіз, осы сайтқа кіріңіз. Енді сайтқа кіргеннен кейін мына арада сіздің жалпы беттік төлем жасаған тауарларыңыздың ақпараты осы жерде сақталады. Осы араны басып кіресіздер. Мінекей. Мына соңынан келген эксперттер, сіздердің ең көп жасаған төлемдеріңіз мүмкін 100-200 затқа төлем жасаған болуларыңыз керек. Ары кетсе 300 затқа төлем жасадыңыздар. Біз сияқты мысалы 10 мыңдаған затқа төлем жасамадыңыздар. Енді осы арадан сіздер оңай танып аласыздар заттарыңыз. Жаңағы мысалы мойынұрағыштар болса, басқа заттар болса, соны бірден оңай тауып аласыздар. Мысалы мына мойынұрағышты басамыз үстін. Қайдалай көрсетейін. Осының үстін басасыздар, мына қытайша жазудың үстін басасыздар. Үстін басасыздар. Сосын мынараны басасыздар. Бұны қараңыздар, кішкене машинаның суреті бар. Қайталай көрсетейін міне. Кішкене машинаның суреті бар. Осы араны басып кіреміз. Осы араны басып кіргеннен кейін мына жерді басыңыздар. Мінекей, тауардың шыққан уақытынан, мысалы, төлем жасағаннан складқа жеткенше қанша бекеттен жүріп өткені барлығы осы жерде тұр. Қанша қаланы басып өткені осы жерде тұр. Сосын трек номер мұнда. Міне қараңыз, трек номер. Соңы 0623. Осыған қараңызды. 0623 ба, емес ба? Мысалы 0623 емес. Онда сіздікі емес. Осы трек номерде бірдей болып шығу керек. Осы бірдей болып шығу керек соңы. Түгел бәрі бірдей оқсау керек. Сонда ол сіздікі болады. Осында сіз қалай дәлелдейсіз? Осы жерден іскерін жасайсыз. Мысалы мына затқа мен төлем жасадым. Іскерін жасау арқылы сосын мына жерге келіп, мысалы мына бір мойынұрағыш сіздікі болса, мынаны үстін оңға тартып, жаңағы жерден сіздің іскерін жасаған фотоны тартып жібересіз. Мына зат менікі деп жазасыз. Сосын біз тексеріп оңай анықтаймыз. Осылай.